Үстіміздегі жылдың қаңтар айының 28-ші жұлдызында оқу ордамыздың кітапханасында дөңгелек үстел іс-шарасы болып өтті. Ұйымдастырушылар осы оқу орнының ақпараттық білім беру орталығының сектор меңгерушілері Шымбулова Халида Қамбарбек қызы мен Жұмабаева Ботагөз Ален қызы. Бүгінгі өтіп жатқан іс-шарамыз біздің Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалдағы өсім реформалар даму атты Қазақстан Республикасының президентінің халыққа жолдаған жолдауын талқылау және оны осы кітапханада ұжым арқылы студенттердің арасында қолдау көрсету мақсатында өтіп отыр. Президентіміздің жыл сайын жолдап отқан жолдауын қолдап, соны жүзеге асыру деп ойлаймын. Шараны өткізудегі басты мақсаты Қазақстан Республикасының президенті Назарбаевтың Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда өсім, реформалар, даму жолдауын студент жастарға насихаттау. Осы дөңгелек үстелді ашу жастар ісі және жастар саясаты департаментінің директоры Ербол Байқонысовқа берілді. Ол өз сөзінде жастарды президенттің жолдауын қолдауға шақырды. Сөз кезегі тәрбиесі және жастар саясаты департаментінің бас маманы Орынбекова Гүлжан Байжанқызына берілді. Ол өз сөзінде студенттерге ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда өсім, реформалар, даму атты жолдауындағы Қазақстанның жас азаматтарының білімді, еңбекқор, бастамашыл, белсенді болуға қазірден бастап дағдылану керек екендігін тілге тиек етті.